Қараңыздар, халық саясатқа араласпағасын көп ақпаратты білмейді. Мысалы, Қазақстан пенсионный фондтан 173 миллиард теңге Ресейге аударды. Ол халықтың ақшасы, сіздердің ақшаларыңыз. Бірақ қазақтар білмейді, қашан аударды, ол ақшаға шынымен вагон сатып алды ма, қаншаға сатып алды. Ол бағасы өте қымбат емес та. Ол сендердің ақшаларың ғой. 20 жыл, 30 жыл жинадыңдар соған, ай сайын жалақыдан аударып. Оны алды да Қазақстан үкіметі Ресейге аудара салды. Болды. 173 миллиард. Алдында медициналық қорда солай болды. Шетелге аударды, бір Бакудағы бір портқа ақшаны құйды, банкрот болды. Сонымен сіздердің медициналық қорға жиналған ақша күйді. Оның директоры шетелге қашып кетті, ақшаны ұрлап. Болды. Ол сіздердің халықтың ақшасы жинаған. Оған халық рұқсат берді ма оны Ресейге аударуға, оған халықтың жағынан бақылау бар ма? Ол сендердің ақшаларың ғой. Сонда халықты адамға санамайды, малға теңеп үкімет өзі алды да аудара салды. Сондықтан саясатқа араласпаған халық басқа елдің саясатының құрбаны болады.